Біреулер сұрайды, мен көп курс оқыдым, мен көп кітап оқыдым, бірақ та соның нәтижесін көрмедім, бизнесім жүрмейді, ештеңке қолынан келмейді. Әрине, мен айттым, сен өмір бақи кітап оқи бер, өмір бақи үйрене бер, бірақ та бір іс әрекет жасамасан, сол ақыл білімінді іс жүзінде танып көрмесен, іс жүзінде істеп көрмесен, ол оқудың пайдасы қажеті жоқ. Мықты бизнесмендер оқымай-ақ жақсы бизнесін дөңгелетіп алады. Неге? Өйткені ақылды адам құбылады, мың құбылады, ойланады. Ал сол ақылды адам ойланып жатқан кезде ақымақ адам, жарайды, ақымақ емес, оқып тоқымаған адам бизнесін түр-түрін жасап көреді, істеп көреді, шалынады, сүрінеді. Сол кезде оның тәжірибесі мықтырақ болады. Ана ақылды ойланып жатқан адамнан әлдеқайда озып шығады. Өйткені ол бастады, бір іс-әрекет істеді. Демек, мынарада ең маңыздысы сіздің көп оқығаныңызда емес, көбірек іс-әрекет, көбірек бір қимыл, қозғалыс жасауыңызда, иә? Мысал үшін, спортсмендерді қалай, олар денесін шынықтырады, құр кітапты оқымайды, қалай шынықтыру керек, не істеу керек, иә? Оны бәрі біледі ғой. Мысал үшін, кейбірлер оны зерттеймін дейді, ойланайын дейді, менің денсаулығым келеме келмейме деп мың құбылғанша, басқа жай шапшаң адам тез қозғалып, өзінің денесін шынықтырып алады, жүгіреді, отжимание жасайды, сөйтіп денесі шынығады. Бизнеста тура солай, іс-әрекет істе, бір белгілі бір әрекеттер жаса, жай отырма, көп кітап оқып алма, көп курстарды да оқи бергеннен пайда жоқ, әрекет істемесен. Ал сондай әрекеттерді істеуді, сондай батылдықты үйренуді біздің командада үйреніңіз, менің бизнес командама қосылыңыз. Іске сәт.